Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 6 сабақ 24, 25, 26 жаттығулар. 24 жаттығу. Тақырып пен суретке қарап, өлеңнің мазмұнын болжа дейді. Сонан соң өлеңді оқы. Бүркіт ірі қайратты, солу әрі айбатты, көтеріліп тым биік, көзбен шолар аймақты. Бүрген жерін жұлады, жүректі әрі қырағы, бүркіт алғыр текті құс, ең мықтысы қыраны. Серікбай Оспанов. Оқыған өлеңнің сипаттау мәтіні екенін дәлелде дейді. Бұл сипаттау мәтіні балалар. Себебі бұнда бүркіттің қандай екені сипатталған. Бүркіттің түр-түсі, көлемі және жақсы қасиеттері де сипатталған. Келесі 24 жаттығу. Мәтінді оқып, оны жоғарыдағы мәтін түрімен салыстыр дейді. Ұқсастығы мен айырмашылығы неде? Зат қайсысында нақты, қайсысында бейнелі суреттелген? Қыран бейнесі еркіндік белгісі. Ол биік арманды білдіреді. Оның мәні әлемдік өркениетке ұмтылу, жету ниеті деген сөз. Аяқтан шалғысы келетіндерді топшысымен қағып ерен қайрат көрсету бейнесі. Елтану әліппесі кітабынан. Мәтіннің соңғы сөйлемін жаз дейді. Мәтіннің соңғы сөйлемі аяқтан шалғысы келетіндерді топшасымен қағып ерен қайрат көрсету бейнесі дегенді қатесіз, анық қылып, әдемі қылып жазып аламыз балалар. Келесі назар аудар. Зат ғылыми мәтінде нақты, ал көркем мәтінде бейнелі суреттеледі. Ғылыми мәтінде заттың қайда кездесетіні, сыртқы бейнесі, түрі, адамның қалай пайдаланатыны ескеріледі дейді. Осыны есте сақтап аламыз балалар. Ал енді келесі 26 жаттығу. Жаңылтпашты жатқа жаз дейді. Атам томағаламаған бүркітті мен томағаламаған да кім томағалайды? Жаңылтпаш ақ сандық, көк сандық кітабынан. Томағала сөзінің мағынасын дерек көздерден біліп ал дейді. Ал енді балалар, томағалау сөзі қыран құстың басына көзін бастыра былғары қалпақ кигізу. Жарайсыңдар балалар, бүгін осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабағымыз өте қысқа әрі түсінікті болды. Сабақ ұнаса лайк басып, достарымызға таратуды ұмытпаймыз. Және тіркелмеген болсаңыз, подписация кнопкасын басып, тіркеліп алуды ұмытпа. Келесі көріскенше сау бол, білімді бастауыш.